Ассалаумағалейкум. Еліміздің сыртқы қарым-қатынасы мен ішкі дамуда байланыс бар ма? Елбасымызды өзге мемлекеттер құшағын жайып неге қарсы алып жатыр? Күллі әлем қазақ елімен достық қарым-қатынас орнатқысы келеді. Неге? Бұл өте қажет Қазақстанға, себебі шет елмен байланыс болмаса ешқандай даму болмайды деп ойлаймын. Әріптестік деген жақсы нәрсе, себебі қазіргі жаһандыру жағдайында ол өте керек, қажет нәрсе, себебі ол әріптестіксіз біз ары қарай жүре алмаймыз. Жеке мемлекет болып, себебі әріптестіктің көп түрлері бар ғой енді. Сондықтан толықтырып отырады. Іскерлік байланыс мемлекет арасындағы өте қажет. Тәуелсіздігіміздің 25 жылында іскерлік байланыстың арқасында біздің еліміздегі экономикасына үлкен әсерін тигізді деп айтуға болады. Іскерлік байланыстар нәтижесін қазір беріп жатыр. Көптеген жобалар қолға алынып жатыр. Оның арқасында жаңа ғимараттар салынып жатыр. Жаңа жұмыс орындары ашылып жатыр деген секілді. Кейбіреулері ұлы дала елінің жер асты байлығы шетелдіктерді қызықтырып отыр деуі мүмкін. Ол да дұрыс шығар. Бірақ инвесторлар ең алдымен нені іздейді? Негізінде олар тұрақты дамуды іздейді. Қазақ елінің ең басты байлығы тыныштық және тұрақтылық. Солай емес пе? Инвестициялық климатты басымдыққа алады. Енді ол кез келген мемлекеттен, мысалы кез келген алпауыт компаниялар келіп бірден бас салып осы жерді алып, осы жерге өзіміз жұмысын бастаймыз демейді. Алдын ала зерттеу, жаңағы маркетингтік, менеджменттік тұрғыдан зерттеу жасап барып келеді ғой. Осы тұрғыдан енді өздерінің де тиімділігін және жергілікті халықтың да оңтайлы, сол халыққа да ыңғайына қарай жұмыс жасайды деп ойлаймын. Біздің өнеркәсіп өрнімізді өркендетуге, агро-промышленный бірлестікті өркендетуге ықпал тиіп жатса, оған неге біз қашамыз? Ол ең бір батымды білек сыбана кірісетін жағдай деп қабылдаған дұрыс. Экономиканың өсуіне қазіргі тараптан қарайтын болсақ, бізде енді дамушы елімізде сол дамыған елдермен іскерлік байланысты арттыру арқасында біз өзіміздің экономикамызды көтеріп жатырмыз. Экономиканың ішінде барлығы кіреді, мысалы үшін осы қалалардың дамуы, ананың дамуы бәрі кіреді. Соларды осы іскерлік байланыс арқылы біз дамытып жатырмыз. Негізінде шетелдік инвесторлар есеп-қисапқа мығым келеді. Бізде осал емеспіз. Бізде қарап отырған жоқпыз. Бар байлығымызды шаша беретін болсақ, болашаққа не қалады? Негізінде қазақ болашағын ойлайтын халық. Көп дүние жасауға болады инвестиция арқылы. Мысал үшін мектеп, мысал үшін жаңағы денсаулық мекемелерін салуға болады әртүрлі. Мысал үшін Семейдің өзінде үлкен мекемелердің барлығы осы іскерлік байланыстың немененің арқасында салынып жатыр, инвестицияның арқасында салынып жатыр. Әрине, ең бірінші соған сол халықтың жұмыссыздықты азайтуға әсер етеді. Себебі біз білесіз, қазір көп организациялар көп қосылып жатыр, сондықтан жұмыссыз қалған кісілер өте көп. Сол себепті меніңше ең жақсы ол халыққа деп ойлаймын. Осы уақытта ұлттық экономикамыздың жалпы ауқымы 23 есе ұлғайды. Соңғы 6 жылда біздің экономиканың 28 жаңа саласы пайда болды, 890 өндіріс іске қосылды. Бұрын бізде ешқашан өндірілмеген 400 жаңа өнім түрлері өндірілетін болды. 17 жылда жан басына шаққанда жалпы ішкі өнім Қазақстанда 20 есе өсті. Сондықтан инвестор келсе, оны қумау қажет. Онымен жұмыс істеу керек. Негізінде жалғыздың үні жаяудың шаны шықпас. Қазақстанға неліктен басқа мемлекеттер құштар дейтін ойым, енді бізде жер байлығы керемет, потенциалымыз біздің жоғары мемлекетіміздің. Және де әлі зерттеліп болмаған жақтарымыз өте көп. Егер мемлекеттің ішінде халықтың бірлігі жоқ болса, өзің алауыз халық болса, оған қандай инвестор келіп өзінің қаржысын қойып мүмкін? Жоқ, ондай мүмкін. Өйткені бірлігі жоқ жерге, ол бірлігі жоқ ағайынның өз сүйкімі де жоқ емес пе?
Сондықтан халықтың бірлігі, ынтымағы бір жерге инвестор келеді, ал сөйкімі жоқ, бірлігі жоқ, ал ауыз жерге ол инвестордың келуі екі ұдайлы. Ең бірінші басым алғаны ол жана біздің халқы, біздің мемлекеттің тыныштығы, бір тұрақтылығы. Сондықтан ол өте қажет нәрсе. Көп мемлекетке бара бермейді. Негізінде құтты қонақ келсе, қой егіз табады дейді. Дәл қазір Ақсәуле Әлжан мен қорытынды жаңалықтар.